Көзімнің жасы теуіп те үлгермеген еді. Енем Раушан апай құрбыларына менің ауру әпкем Ләззат туралы айтып тұрып, ол біздің мерейтойымыздың фотосуреттерін бұзады деді. Бұл сөздер менің жанымды тілімдеді. Аудан келгеніме өкіндім. Бірақ тағдырдың тосын сыйы бар екен. Біздің неге қазақтың қарапайым жігіті, менің жездем Серік Николаевич кіріп келді. Оның бір ауыз сөзінен кейін ене Роза апайдың ақылсыз тойға жинаған миллиондары біздің қолымызда қалай қалғанын білгіңіз келсе, бұл оқиға сіз үшін. Сәлеметсіздер ме? Бастамас бұрын, бізді қай жақтан көріп отырғаныңызды жазыңыз. Арнаға жазылып, лайк бастыңыз ба? Сіздерге жағымды тыңдау тілейміз. Роза апай, бұрынғы Роза Владимировна. Өзінің мінсіз салынған ашық шаш үлгісін түзеп, қонақ бөлмеге сын көзбен қарады. 2015 жылғы түлектер сыйлаған 25 тал ақ раушаны бар хрусталь вазасы крем түсті перделермен тамаша үйлесім тапқан. Мадонна сервизі өткен жазда Бурабайдағы сауда орталығынан сатып алынған кестелі дастарханды ерекше көрсетіп тұр. Жағдайдың өзі осы беделді номер 5 гимназияның директоры үшін өте маңызды байлық пен талғампаздықты айғақтап тұр. 15 минуттан кейін оның ең жақын құрбылары келуі тиіс. Бүгін олар көктемнің басты оқиғасы Роза апайдың мерейтойын талқылайды. 60 жасқа толуына бір айдан аз уақыт қалды. Сондықтан бәрі егжей-тегжейлі ойластырылуы керек. Гимназия директоры, каторжның білім беру ісінің. Құрметті қызметкері үшін мұндай мерейтой күнде болатын жағдай емес. Айсұлу, дастарханға жаңа алтын оюлы салфеткаларда келші, деді Роза апай, ас үйге бұрылмай. Жарайды, Роза апа, деп келіннің сыбырлаған үні іргелес бөлмеден естілді. Айсұлу дереу комоттан мұқият үтіктелген салфеткаларды алып шықты. Ауылдық қыздың нәзік саусақтары оларды иінесі үйреткендей желпуіш сияқты бүктеді. Айсұлу күйеуінің анасына жағуға барын салды. 2 жыл бұрын қаладан 150 шақырым жердегі кішкентай, елу үйлі, Көктерек ауылынан келген ол, осы қаланың жылтырлығы мен нәзік мінез құлқы арасында өзін әлде ыңғайсыз сезінетін. Роза апайдың ұлы Данияр үйде сирек болады. Оның мұнайшы инженер жұмысы жиі іс-сапарларды талап етеді. Қазір Айсұлудың күйеуі солтүстікте және 3 аптадан кейін ғана оралуы тиіс. Демек, осы уақыт бойы Айсұлу талапшыл енесімен бетпе-бет жалғыз қалады. Есік қоңырауы тыныштықты бұзды. Айсұлу селк етті. Ал Роза апай керісінше айтарлықтай жанданды. Аш. Бұл сірә. Раушан. Ол әрқашан бірінші келеді, деді ене жібек блузкасының жағасын түсіп. Сәл менсінбейтіндей кейіппен. Есікте шынымен де Раушан апай тұрды. Ірі, толық денелі, бет әлпеті ірі. Қызыл шаш бюрасы химиялық бюрамен жектелген әйел. Айсұлу қонақтан қымбат норка шігін және қолтырауын терісінен жасалған үлкен сөмкені алды. Раушан апайдан Красная Москва атты ауыр әтір иісі аңқып тұрды. Ол педагогикалық институтта студент кезінен бері осы парфюмерияға адал. Розажан, жаным. Раушан апай үй иесін құшақтап, бетінің жанынан ауаны сүйді. Күннен күнге әдем болып барасың. Шынымды айтшы, сол жаңа француз препараттарын салдырып жүрсің бе? Менің Мәскеуде қызым тек солар туралы айтады. Роза апай өз жағдайындағы әйелге лайықты түрде қарапайым күлімсіреді. Қойшы, Раушанжан, жақсы крем және таңғы жаттығу ғана. 10 минуттан кейін қонақ бөлмесі әйел дауыстарына толды. Тағы 4 ханым келді. Қалалық зиялы қауымның өкілдері. Қалалық кітапхананың меңгерушісі Динара, жергілікті газеттің бас редакторы Бибігүл, музыка мектебінің директоры Гүлжан және қалалық аурухананың бас дәрігерінің орынбасары Самал тәте. Айсұлу үнсіз ғана нәзік фарфор кеселерге шайды және келін болып өзі пісірген үйдегі тәтті корзиночка пирожниларын тасыды.
Ханымдар оның бар жоғын мүлдем елемей, алдағы тойды талқылауға толықтай кіріскен. Мен Алатауды сынамын, деді мерейтойдың бас ұйымдастырушысы рөлін өз мойнына алған Раушан апай кесімді түрде. Бұл қалада осындай іс-шараға лайықты жалғыз орын. Алатау? Динара кесені мұқият табақшаға қойды. Бірақ онда бағалар аспанда ғой. Менің естуімше, әкім де сонда әйелінің мерейтойын тойлаған. Дәл солай, деп салтанатпен айқайлады Раушан апай. Роза апай да одан кем емеске лайықты. Өйткені біздің гимназия 7 жыл қатарынан облыстағы ең үздік оқу орны. Өткен айда тіпті министрдің өзі біздің Розамыздың қосқан үлесін атап өтті. Я, Алатау бұл мәртебе, деп қолдады Бибігүл, пирожныйдың бір бөлігін үзіп. Ал олардың мәзірі қандай? Устрицаларды Владивостоктен арнайы рейспен әкеледі. Мен жаңа сауда орталығының ашылуында жеп көрдім, деді Гүлжан. Ал олардың бас аспазы Мәскеуден, деп қосты Гүлжан. Ол Мишлен жұлдызы белгіленген мейрамханада жұмыс істеген дейді. Қандай жұлдыз? Деп сыбырлады Айсұлу Самал тәтеге шай құйып тұрып. Бұл саған төк айтпайды, қарағым, деп келіннің сұрағын естіп қалған Раушан апай жеңіл желп айтты. Ауыл қыздары мұндай нәзіктіктерді білмейді. Айсұлу қызарып буфетке қарай шегінді. Ал музыка қалай болады? Деп сұрады Роза апай. Осы заманауи диджейлер мен олардың керең қылатын ырғақтары емес шығар деп үміттенемін. Не айтып тұрсың, қымбаттым? Деп Раушан апай қолын сілтеді. Мен ретро-классик тобымен келістім. Олар тек біздің жастығымыздың хиттерін орындайды. Есіңде ме? Біз бірінші сыныптың бітіру кешінде «Как молоды мы были» әніне қалай билегенімізді? Ой, ол 97 жылы еді, деп армандағандай сөзін созды Роза апай. Қандай заман еді? Ал шақырылғандар тізімі ше? Плюс бірді есептемегенде 120 адам, деп мақтанышпен жариялады Раушан апай. Біздің қаланың бүкіл бетке ұстар адамдары. Білім департаментінің бастығы жұбайы мен педагогикалық институттың ректоры, барлық мектептер мен гимназия директорлары, әрине. Тағда мен Сакен Арқарлын шақырдым. Әкімді ме? Деп ханымдар хормен айқайлады. Дәл өзін, деп сыбырлап, Раушан апай сырласқандай жымиды. Мен оның жұбайымен қала бұлбұлдары хорында бірге ән айтамын ғой. Соңғы дайындықта сыбырлап едім. Келем деп уәде берді. Раушан, сен нағыз сиқыршысың, деп таңғалды Роза апай. Ал бұл қаншаға? Ол кідірді. Қанша тұрады? Раушан апай түзу тұрып, салмақты түрде айтты. 3.800.000 теңге. Барлығы қосылған. Банкет залын жалға алу. Мәзір. Музыканттар. Безендіру. Фотограф және бейне оператор. Мен тұрақты клиент ретінде 10% жеңілдік алдым. Бөлмеде тыныштық орнады. Ханымдар жылдам көзқараспен алмасты. Мұндай ауқымды іс-шара үшін көп сома емес, деп тыныштықты бұзды Бибігүл. Дегенмен оның даусында сенімсіздік бар еді. Роза апай бозарып кетті, бірақ дереу өзін қолға алды. Әрине, мен бұл туралы Даниярмен талқылауым керек. О қолына шайнек ұстаған Айсұлудың таңғалған көзқарасын ұстап алды. Ойбай, деп келіннен еріксіз шоқ кетті. Бірдеңе дұрыс емес пе, Айсұлужан? Роза апайдың дауысы мұздай суық болды. Жоқ, жай ғана. Сен нағыз мереке дегені не екенін елестете алмайсың? Деп жалған мейіріммен күлімсіреді Раушан апай. Ауылда барлық бойға сонша ақша жұмсамайды шығар. Сенім көктерегінде, деп Гүлжан қостады. Мерейтой деген қолдан жасалған арақ, тұздалған қияр шығар. Ханымдар жеңіл күлді. Бізде өз орнымен көңілді болады, деп жай ғана жауап берді Айсұлу. Күмәнданбаймын, қарағым, деп Роза апай кесіп айтты. Бірақ менің мерейтойым ауылдық жиын емес. Жалпы, ол келініне сын көзбен қарады. Менің мерейтойым этикеттің нәзіктіктерін түсінбейтін адамдарға арналмаған.
Сен ол жерде лайықты болмайсың. Егер мен Даниярмен бірге келсемше? Деп сұрады Айсұлу. Бұл белгілі бір ортаға арналған іс-шара, деп кесіп тастады Роза апай. Сенің ауылдық әдет-ғұрыптарыңмен саған ол жерде орын жоқ. Шық далаға. Айсұлу бетінен шапалақ жегендей селгетті. Бір сәтке бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Тіпті қатаң ханымдар да Роза апайдың өткірлігінен ыңғайсызданғандай болды. Мен жаңадан шай демдеп келейін, деп күбірледі Айсұлу. Қонақ бөлмеден асығыс шығып. Ас үйде ол тоңазытқышқа сүйеніп, еріксіз көз жасын тежеп, терең дем алды. Жылама, тек жылама, деп өзіне іштей бұйырды. 2 жыл бойы Айсұлу ененің менсінбеушілігіне шыдап келді. Бірақ мұндай қорлық ешқашан көпшілік алдында болмаған. Мерейтойым ауылдықтарға арналмаған. Шық далаға. Бұл сөздер құлағында жаңғырып тұрды. Шайнектің ысқырығы оны осы ойлардан айырды. Айсұлу механикалық түрде шай демдеп, өзінің көктерегін есіне алды. Көршілермен жайлы отырыстар, гармоньмен айтылған әндер, таң атқанша жүректен шыққан әңгімелер. Бәлкім, Роза апай айтқандай, мен шынымен ауылдықтың бірі шығармын, деп қыз ауыр ойлады. Есік қоңырауы оның көңілсіз ойларын бұзды. Айсұлу поспешила открыть, радуясь возможности ненадолго исчезнуть из поля зрения гостей. Есік алдында 50-ге жуық ірі денелі, тозған былғары күртеше, балшыққа боялған джинсы және ауыр жұмыс етігіндегі ер адам тұрды. Оның ақшыл сары сақалы таралмаған, ал бетінде мотор майының немесе топырақтың дағы бар. Серік Николаевич, деп Айсұлу қуанышпен айқайлады. Бүгінгі күнде бірінші рет шын жүректен күлімсіреді. Айсұлужан, сәлем, деп ер адам мейірімділікпен гүрілдеді. Тоқылған бас киімін шешіп. Ләззат саған телефон соға алмай жатыр. Сол үшін келіп кетуімді сұрады. Сендерде бәрі жақсы ма? Я, бәрі, деп бастады Айсұлу. Бірақ оны Роза апайдың тәкаппар дауысы бөлді. Айсұлу, ол кім? Қонақты неге есік алдында ұстап тұрсың? Қыздың беті сүп-сұр болып кетті. Бұл менің әпкемнің үйі, деп сыбырлады ол Серікке. Енемде маңызды қонақтар, кейінірек келгеніңіз жақсы. Қойшы, мен 1 минутқа ғана, деп Серік Николаевич қолын сілтеді де, аяқ киімін шешіп үйге кірді. Мінсіз таза еденде балшық іздерін қалдырды. Сәлеметсіздер ме, ханымдар? Деп ол қонақ бөлмеде жиналған әйелдерге дауыстап сәлем берді. Кешіріңіздер, кіріп келгенім үшін. Ыңғайсыз үзіліс болды. Роза апай қонақтың кір-күртесіне жасыра алмайтын үреймен қарады. Оны ол дәліздегі пуфикке абайсызда лақтырып тастаған. Танысыңыздар, бұл Серік Николаевич, менің әпкем Ләззаттың күйеуі, деп Айсұлу қонақты таныстырды. Оның сыртқы түріне ұялып қызарды. Өте жақсы, деп Роза апай ернін қысып айтты. Айсұлу, қонақты ас үйге апарып, сол жерде сөйлесіңдер. Неге ас үйге? Деп Серік Николаевич таңғалды. Мен сіздерге кедергі келтірмеймін, ханымдар. Бір бұрышқа отырамын, ал сіздер әйелдер әңгімелерінде жалғастыра беріңіздер. Шақыруды күтпей, ол сенімді түрде қонақ бөлмеге өтіп, осыған дейін самал тәте отырған креслоға жайғасты. Ол орындықты ауыстыруға мәжбүр болды. Айсұлу үмітсіздікпен ернін тістеді. Біз Роза апайдың мерейтойының егжей-тегжейін талқылап жатырмыз, деп суық түрде хабарлады Раушан апай. Бұл сізге қызықты болмайтын шығар. Мерейтой, Серік Николаевич жанданды. Бұл жақсы іс. Қаншаға толады? 60, деп Роза апай тістерінің арасынан жауап берді. Тамана дата. Серік Николаевич креслоның шынтақшасын алақанымен соғып, шаң бұлтын көтерді. Біздің ауылда мерейтой ең басты мереке. Есімде менің әпкем 60 жылдығында бүкіл көктеректі жинады. 3 күн тойладық. Біз сәл басқаша іс-шараны жоспарлап отырмыз, деп Раушан апай мұздай үнмен ескертті. Алатау мейрамханасында
Роза апайдың мәртебесіне сай бағдарламамен. Алатау? Серік Николаевич ысқырып жіберді. Бұл жағалауда ашылған ғой. Ол жерде бағасы конский екенін естідім. 3.800.000 теңге, деп мақтанышпен хабарлады Раушан апай. Бұл бәрін есептегенде банкет залы, мәзір, музыканттар, декор. Қанша? Серік Николаевич аяқ астынан алға қарай ұмтылды. Сондықтан Гүлжан қорқып, кері шерінді. Бір кеш үшін 4 миллионға жуық теңге? Шыныңыз ба? Роза апай ашумен яттан қызарды. Бұл сіздің шаруаңыз емес, деп кесіп тастады ол. Әркім өз ақшасын қалай қаласа, солай жұмсайды. Иә, Серік Николаевич сақалын қасыды. Саусақтарында балшық іздерін қалдырды. Тек бұл ақшаға жақсы. Toyota Camry сатып алуға, немесе бүкіл отбасымен Анталияға бір айға барып келуге болады ғой. Бірақ бізде басқа басымдықтар бар, деп оны Бибігүл бөліп тастады. Мәртебе міндеттейді. Ал Айсұлуға не болған? Деп Серік Николаевич кенеттен тақырыпты өзгертті. Мен кіргенде ол жылап тұрғандай болды. Ханымдар бір-біріне қарады. Роза апай тіпті тізілене қалды. Біз іс-шараның форматын талқылап жаттық. Және мен Айсұлу үшін оның, айтайық, зайырлы өмірге үйренбегендігіне байланысты мұндай іс-шараға қатысу ыңғайсыз болатынын айттым. Ол оны қуып жіберді, деп күтпеген жерден ең тыныш отырған Динара араласты. Мерейтой ауылдықтарға арналмаған деді. Динара, деп Роза апай наразылық білдірді. Немене? Деп ол иығым қиқан етті. Мен бүкіл балалығымды Қарағанды облысындағы әжемде өткіздім. Ештеңе етпеді. Кітапхана директоры болдым. Динара жан, сіз мүлдем басқа ұрпақсыз, деп Раушан апай менсінбейтіндей ескертті. Оның үстіне сіз білім алдыңыз. Ал Айсұлу ше? Айтпақшы, Айсұлудың педагогикалық колледжде қызыл дипломы бар, деп Серік Николаевич сөзін бөлді. Оның дауысы кенеттен қатайды. Тағы да ол көктеректегі 3 жетім балаға онлайн ағылшын тілін тегін үйретеді, уақыты болғанда. Сондықтан білім мен әдептілік туралы әлде сұрақ, кімде жақсы екені. Бөлмеде ыңғайсыз тыныштық орнады. Роза апай жаңа шай салынған поднос ұстап, есік алдында тұрған келініне абдырап қарады. Мен мұны білмедім, деді ол ақыры. Данияр ешқашан айтқан жоқ. Ал сіз сұрадыңыз ба? Деп Серік Николаевич тура сұрады. Жауап орнына Роза апай келініне бұрылды. Айсұлу, неге балалармен айналысатынымды айтпадың? Сіз қызығушылық танытпадыңыз? Деп қыз кеселерді орналастырып жатып, жай ғана жауап берді. Серік Николаевич алақанын соғып назар аударды. Жарайды, қайғылыны тоқтатайық. Мерекеге оралайық. Менің түсінуімше Данияр бұл банкетке 4 миллионға жуық теңге төлеу керек. Роза апайдың өз қаражаты бар, деп Раушан апай ернін қысты. Оның үстіне мұндай іс-шаралар бұл беделге салынған инвестиция. Яғни, деп Серік Николаевич қорытындылады. 4 миллион теңге фонд үшін. Дұрыс па? Қандай дөрекі сөз, деп Гүлжан наразылық білдірді. Зато дәл айтылған, деп Серік Николаевич мырс етті. Ал айтыңыздаршы, ханымдар, ләззатты мерейтойға шақырасыздар ма? Айсұлу кесені үстелге жеткізбей қатып қалды. Ләззатты? Деп Роза апай қайталап сұрады. Айсұлудың әпкесін, деп Серік Николаевич басын изеді. Менің әйелімді. Бұл анық сияқты еді, деп Раушан апай араласты. Егер Айсұлу іс-шара форматына сай келмесе, онда оның әпкесі, оның үстіне оның ауруын ескерсек, деп Серік Николаевич оның орнына аяқтады. Қандай ауру? Деп Роза апай қабағын түйді. Ләззат, деп Айсұлу бастады, бірақ Серік Николаевич оны бөліп тастады. Ләззатта ревматоидты артрит өшіп барады. Соңғы 6 айда ол ауырсынудан төсектен тұра алмайды. Біз Мәскеудегі операцияға ақша жинап жатырмыз.
4 миллионға жоқ теңге жетпейтір. Құдай-ау, деп Динара күрсінді. Айсұлу, неге үндемедің? Неде айтуым керек? Деп қыз ащы күлді. Ауылдық қыз бен оның әпкесінің проблемаларымен кімнің қандай шаруасы бар? Дәл солай, деп Раушан апай кенеттен айқайлады. Неге Роза апайдың мерейтойы біреудің проблемасының құрбаны болу керек? Ақыр соңында әркім өз ақшасын қалай жұмсауды өзі шешеді. Ләззат онсыз да іс-шара форматына сай келмес еді. Ал ауру адам, кешіріңіздер, бірақ ол фотосуреттерді бұзады. Мұндай ауру адам ұят болады. Мүмкін емес. Серік Николаевич креслодан баяу тұрды. Жай ғана мүмкін емес. Ауру адам фотосуреттерді бұзады. Мәссаған. Яғни, мен мұны айтқым келген жоқ. Деп Раушан апай нервтенді. Жай ғана мереке әдемі болу керек. Ал қайғы қасірет. Ол үшін басқа уақыт пен орын бар. Сіз жай ғана... Серік Николаевич ашудан тұншығып қалды. Бірақ кенеттен оның ұялы телефонының қоңырауы оны бөлді. Ол қалтасынан тозған ескі смартфонын шығарды. «Иә, қожа, тыңдап тұрмын», деп ол терезеге барып жауап берді. «Не? Қандай шайтан? Топырақ әлі дайын емес кезде плитка төсеп жатыр. Құрылысты дереу тоқтат. Мен жарты сағаттан кейін боламын». Ол қоңырауды сөндіріп, ханымдарға бұрылды. «Кешіріңіздер, жұмыс шақырттыр». «Жақсы, бұл танымдық болды. Айсұлу, күртеңді ал да, менімен дәлізге шық. Бір-екі ауыз сөз айту керек». Олардың артынан есік жабылғанда, қонақ бөлмеде ауыр тыныштық орнады. «Қандай жағымсыз тип?» деп бірінші болып Раушан апай үн қатты. «Нағыз ауылдың дөрекі адамы. Бірақ шынайы», деп күтпеген жерден Динара ескертті. «Кейбіреулерге қарағанда». «Сен не айтып тұрсың?» деп Раушан апай селгетті. «Сол, сендер Айсұлудың ауру әпкесінің қасында талқылағандарыңды айтамын ғой?» деп Динара сабырлы жауап берді. «Ол мерейтойдағы фотосөттерді бұзама деп. Мен мұны әдепсіздіктің шегі деп санаймын. Бірақ мен...» «Жетеді», деп Роза апай кенеттен оны бөлді. «Мұның бәрі орынсыз. Мәзірді талқылауға оралайық». Бірақ мерекелік көңіл-күй үмітсіз бұзылған еді. Ханымдар сағаттарына қарап, жеңіл тағамдар мен десерттердің нұсқаларын енжар түрде қарастыра бастады. Көп ұзамай олар кезек-кезек кетіп, шығу шаруалары бар екенін айтты. Айсұлу қонақ бөлмеде терезеге ойланып қарап отырған Роза апай ғана қалғанда оралды. «Серік Николаевич үшін кешіріңіз», деді қыз жай ғана. «Ол тік мінезді адам, бірақ жамандық ойламайды. Неге әптегінің ауруы туралы айтпадың?» деп енесі бұрылмай сұрады. «Мен тырыстым», деп Айсұлу күрсінді. «3 рет бұл әңгімені бастадым. Сіз әр жолы бос емес екеніңізді айттыңыз». Роза апай ақыры келініне бұрылды. Оның көзінен тітіркену мен ұяттың қоспасы байқалды. «Мерейтой жоспарланғандай өтеді», деді ол қатты. «Бірақ мен қонақтар тізімі туралы ойланамын. Және...» ол кідірді. «Мүмкін әпкене көмектесу жолын табармын. Бірақ сіздің сол көрнекті туысыңызсыз». «Рахмет», деп Айсұлу жай ғана жауап берді. «Бірақ білесіз бе, Серік Николаев сізмен мүлдем, ал Ләззат тіпті...» «Не? Ләззатқа не болар еді?» деп Роза апай шыдамсыздана сұрады. «Ол тірі болмас еді», деп Айсұлу жай ғана айтты. Дәл Серік Николаевич дәрігерлерді тапты. Алғашқы процедуралары төледі. Оны облыстық ауруханаға екпеге алып барады. Онсыз ол сөзін аяқтамай, бұрылып ас үйге кетті. Роза апай қонақ бөлмеде жалғыз қалды. Әлі жиналмаған әдемі фарфор кеселердегі ішілмеген шайға қарап. «Топырақтағы кедір бұдырларды жою деген не?» деп Серік Николаевич ашуланып, телефон тұтқасына айтып, тротуармен баяу жүрді. «Бұл қандай термин? Құрылыс институтында үйреніп алған ба?»
Сонымен сол сәтсіз құрылысшыларға айтыңыз. Не олар бәрін дұрыстап қайта жасайды, не мен келісім шартты бұрамын және басқа бригаданы жалдаймын. Менде ол жерде қора емес, медициналық орталық болады. Ол қоңырауды сөндіріп, қасында келе жатқан жұқа күртесіне оранған Айсұлуға бұрылды. Асығыста наурыз айының суығын ұмытып, үйден пальтосы шығып кеткен. Кешір Айсұлужан, деп Серік Николаевич кінәлі түрде күлімсіреді. Бұл құрылысшылар мені есімнен айырады. Материалдарды үнемдейді, ал мен кейін тексерілер алдында қызаруым керек. Тоңып қалдым ба? Ол былғары күртесін шешіп, қыздың иығына жапты. Қойшы, Серік Николаевич, деп Айсұлу қарсылық білдірді. Өзіңіз тоңып қаласыз. Қорқпа, деп ол күлді. Менде май қабаты жақсы. Солтүстік полюсте де тоңбас едім. Айсұлу еріксіз жымиды. Серік Николаевич әрқашан, тіпті ең қиын сәттерде де оны күлдіре білетін. Ләззат екеуі кішкентай кезінде ата-анасыз қалғанда Серік аға жиі балалар үйіне келіп, сыйлықтар әкелетін. Қолынан келгенше көмектесетін. Кейін Ләззат есейгенде ол оны әйелдікке алды. Ал Айсұлуды кедейліктен сөзбе-сөз құтқарып, колледжге түсуге көмектесті. Алғашқы лайықты киімдерін сатып алды. Содан кейін Данияр пайда болды. Ләззат қалай? Деп Айсұлу жай ғана сұрады. Серік Николаевич қабағын түйді. Жаман. Айсұлужан, жаман. Ауруды басатын дәрілер енді көмектеспейді. Үзік-үзік ұйықтайды. Дәрігер айтады. Не жақын 2 айда операция, не. Ол сөздерді айта алмай үндемей қалды. Емделуге 300 000 теңге жетпейді. Мен тіпті машинамды сатып, саяжайымды кепілге қойдым. Жаңа клиникамен бәрі реттеледі деп ойладым. Бірақ құрылыс созылып жатыр. 300 000 теңге, деп Айсұлу қайталады. Ал енең мерейтойға 4 миллионды шашып жатыр. Әлем әділетсіз. Я, әлем осындай. Біз оны қалай жасаймыз, сондай, деп Серік Николаевич философиялық түрде ескертті. Мен бұл сәнді тойларды түсінбеймін. Бірақ әркім қалай қаласа, солай өмір сүреді. Мені басқасы таңғалдырды. Сол Раушан апай Ләззат туралы не айтты? Фотосуреттерді бұзады дейді. Ойбай, қандай жаман сөз. Раушан апай әрқашан сондай, деп Айсұлу күрсінді. Ол Роза апай директор болып тағайындалғанға дейін гимназияны басқарған. Содан бері 15 жыл өтті. Ал ол әлі де ренжулі және оған жауға барын салады. Қалада оны сыртынан директордың көлеңкеңкесі деп атайды. Түсінікті, деп Серік Николаевич басын изеді. Кындашы, ал Данияр мерейтойға қатысты бұл жағдай туралы не ойлайды? Ол білмейді, деп Айсұлу иығым қиқан етті. Ол солтүстікте сапарда, байланыс нашар. Мен оған шарымданбаймын да, бұл оның анасы ғой. Эх, Айсұлу, деп Серік Николаевич басын шайқады. Жақсылығымнан айналдым. Енең сені балшыққа батырып жатыр, ал сен шыдап жүрсің. Ал не істеймін? Деп қыз мұңды күлімсіреді. Көктерекке, жаман жағдайға оралуым керек пе? Және Данияр, мен оны сүйемін, шынымен де. Сенемін, деп Серік Николаевич басын изеді. Ал ол сені өздігінен сүйеді ме? Деп Айсұлу сенімсіз жауап берді. Ол жақсы, жай ғана 2 оттың ортасында. Бір жағынан анасы, екінші жағынан жақсы жігіт өзін олай ұстамайды, деп Серік Николаевич суық түрде ескертті. Бірақ мен саған үйретуші емеспін. Жарайды, маған құрылысқа бару керек. Бұл аболтус. Жігіттер онда менсіз не істеп жатқанын кім біледі? Айсұлудың жүрегі дір ете қалды. Жақсы ой, деп сыбырлады ол. Мен сізді мақтан тұтамын, Роза апай. Сізді енді өз отбасының мүшесі деп атай алатыныма мақтанамын. Ал мен сені мақтан тұтамын, деп Роза апай күтпеген жерден мойындады. Сенің сабырлығыңды,
рухыңның күштілігін, әткене деген адалдығыңды. Өкінішке орай, мұны көру үшін маған тура 2 жыл қажет болды. Олар кешкі жолмен келе жатты. Қоюланған ымыртта, екеуі де өмірлерінде жаңа, жарқын тарау басталып жатқанына таңғажайып тыныштық пен сенімділік сезінді. 1 апта өтті. Роза апайдың үйінде әдеттен тыс тіршілік қызуы байқалды. Айсұлу таңертеңнен бастап үлкен тазалықты бастады. Данияр іссапардан кешкі рейпен оралуы керек. Ол жеңіл әуен ыңылдап, кітап сөрелерінің шаңын сыртып, вазаларға жаңа гүлдер қойып жатты. Роза апай ас үйде ұлының сүйікті пирогын, капуста мен саңырауқұлақ қосылған бәлішті дайындап әлек. Айсұлу, қалай ойлайсың, тағы да оливье салатын жасайын ба? Деп айқайлады ол ас үйден. Данияр оны бала кезінен жақсы көреді. Әрине, мама. Деп Айсұлу іштей күлімсіреп жауап берді. Соңғы 1 аптада Роза апай танымастай өзгерді. Суықтық, тәкаппарлық, мәңгілік наразылық жоғалып, оның орнына 10 жылға жасарып кеткендей жігерлі, ашық әйел пайда болды. Есік қоңырауы соғылды. Айсұлу есікті ашуға асықты. Табалдырықта қалалық кітапхананың меңгерушісі. Роза апайдың жиынында Раушан апайға қарсы шығуға батылы барған сол Динараны көрді. Сәлеметсіз бе, Айсұлу? Деп әйел жылы жымиды. Роза апай үйде ме? Иә, кіріңіз. Айсұлу қонақты кіргізу үшін бішетке ығысты. Ол ас үйде. Біз Даниярдың оралуына дайындалып жатырмыз. Динара. Роза апай қолын алжап күшқа сыртып ас үйден шықты. Келгенің қандай жақсы болды? Тез кір, шай қазір дайын. Айсұлу таңғалып, енесінің қонақты құшақтап оны ас үйге ертіп апарып, кешкі жоспарлары туралы айтып жатқанын бақылады. Жақында ғана Роза апай қонақтарды бетінде оны бар алжапқышпен қабылдау туралы ойды да қабылдамас еді. Айсұлу жан, бізге қосыл, деп Роза апай шақырды. Динара таңғажайып жаңалықтар әкелді. Ас үйде Динара үстелде отырып, бір құжаттарды жайып қойған. Мен мәдениет департаментімен келістім, деп ол қобалжумен айтты. Олар біздің ауылдық кітапханалар жобамызды ішінара қаржыландыруға дайын. Және Серік Николаевич те қатысатын растады. Елестетіңіз бе, біз аудандағы 5 ауылда, оның ішінде Көктеректе электронды кітапханаларға қол жеткізуге болатын медиа орталықтар аша аламыз. Бұл керемет, деп Роза апай қуанды. Ал медициналық сыныпқа арналған оқу материалдар қалай? Бәрі осы жерде. Динара оған папканы ұсынды. Факультатив бағдарламасы. Жаддықтар бойынша ұсыныстар. Тіпті түлектер үшін мақсатты орындар туралы медициналық институтпен алдын ала келісім бар. Тек сіздің гимназия директор ретіндегі бекітуіңіз қажет. Фантастика, деп Роза апай құжаттарды қарап күрсінді. Ойлап қараңызшы, бар болғаны 1 апта. Және осындай нәтижелер. Ал мен қанша жыл бойы үйреншікті шеңберден шығудан қорыққанмын. Айсұлу олардың әңгімесін үнсіз тыңдады. Құлағына сенбей. Бұл бар болғаны 10 күн бұрын оны өз мақташақ мерейтойында көргісі келмей, қонақ бөлмеден тәкаппарлықпен қуып жіберген сол Роза апай ма еді. Айтпақшы, жобалар туралы. Динара сөмкесінен тағы бір папканы шығарды. Мен сіз айтқан қайырымдылық қорының шамамен жарғысын құрастырдым. 2-ші мүмкіндік. Бұл атау сізде қалай? Міндетсіз, деп Роза апай басын изеді. Біз адамдарға дәл осыны, 2-ші мүмкіндікті бергіміз келеді. Ләззат оны қалай алған сияқты. Ал ол қалай, айтпақшы? Деп Динара қызығушылықтан. Операцияға дайындалып жатыр, деп Айсұлу жауап берді. Қазірдің өзінде барлық алдын ала тексерулерден өтті. Келесі аптада оны Мәскеуге ауруханаға жатқызады. Серік Николаевич бәрін ұйымдастырды, тасымалдауды да, орналастыруды да. Операция 26 мамырға белгіленген. Мен олармен бірге бармақшымын, деп Роза апай күтпеген жерден хабарлады. Бәрінің жақсы өтетініне жеке көз жеткізгім келеді. Оның үстіне менің онда ескі танысым бар.
білім департаментінде жұмыс істейді. Онымен біздің медициналық сынып жобамызды талқылау керек. Ал гимназия қайтеді, деп Динара таңғалды. Оқу жылының соңы, емтихандар. Менсіз бірнеше күн шыдайды, деп Роза апай қолын сілтеді. Ақыр соңында мен мықты команда жинадым. Оларға біраз дербестік беру керек. Және жұмыстан маңызды нәрселер бар ғой? Мысалы, жақындардың денсаулығы. Динара құрбысына құрметпен қарады. Білесің бе, Роза? Сен соңғы уақытта қатты өзгердің. Жақсы жаққа. Жай ғана өзім емес адам болып көрінуді тоқтаттым, деп Роза апай жай ғана жауап берді. Және білесің бе, бұл үлкен жеңілдік болды. Жанымнан үлкен тас түскендей. Олар жаңа жобалардың егжей-тегжейін талқылап, тағы 1 сағаттай сөйлесті. Динара кеткенде, Айслу енесіне кешкі асқа дайындалуға көмектесті. Роза апай, яғни Роза, деп ол өзін түзетті. Бір сұрақ қоюға бола ма? Әрине, жаным. Деп ол пештен хош иісті пирогты шығарып жатып жауап берді. Әріптестеріңіз сіздің өзгерістеріңізді түсінбей қалады деп қорықпайсыз ба? Сіз басқаша болдыңыз ғой. Роза апай пирогты тұғырға қойып, келініне ойланып қарады. Білесің бе, адамдардың басты қателігі неде? Олар бөтеннің пікіріне қарап өмір сүреді. Адамдар не айтады? Бұл сұрақ мені бүкіл өмірім бойы қудалады. Мен жеке бақытымды құрбан етіп, карьера жасадым. Достарымды мәртебесі бойынша таңдадым. Жан жақындығы бойынша емес. Өзіме ұнамайтын, бірақ лауазымыма сәйкес келетін нәрселерге ақша жұмсадым. Ал нәтижесінде не? Бос кеңістік пен жалғыздық. Ол алжапқышын шешіп, үстелге отырды. Мен ләззатты, оның ауруға қарсы тұрудағы батылдығын, және Серік Николаевичті көргенде, ол өзі болып көрінді не алмайды. Көрсетілетін байлықтың артынан қумайды. Менің ішімде бірдеңе өзгерді. Мен 59 жыл бойы өз өмірімді сүрмегенімді кенеттен түсіндім. Және білесің бе не? Мен бұл жалғандыққа енді 1 минутта жұмсағым келмейді. Айслу үнсіз енесін құшақтады. Рахмет, деп Роза апай сыбырлады. Менің барлық қылықтарым үшін, өкпе сақтамағаның үшін, және өзімнің шынайы болмысымды табуға көмектескенім үшін. Кешкісін Данияр үйге оралды. Ашық жүзді, мейірімді күлкісі бар. Бойы ұзын, сымбатты ер адам. Ол анасына көзімен ұқсас еді, бірақ мінезімен ұқсас емес. Жұмсақ, сәл шешімсіз. Ол әрқашан анасына да, әйеліне де жауға тырысатын. Сол себепті жиі 2 оттың ортасында қалатын. Менің қымбатты әйелдерім, деп ол үлкен гүл шоғы мен чемодан ұстап, пәтердің табалдырығынан өтіп айқайлады. Қатты сағындым. Айслу оның мойнына асылды. Данияр ақыры. Роза апай жастарға кездесудің ләззатын алуға мүмкіндік беріп, сәл шетте тұрды. Бірақ Данияр әйелін жіберіп анасына бұрылғанда, оны қатты құшақтап көз жасын сүртті. Балам, оралғаның қандай жақсы. Мама, сіз жылап тұрсыз ба? Деп Данияр таңғалды. Не болды? Ештеңе жаман емес, деп Роза апай күлімсіреді. Мен жай ғана сезімдермен ұялмауды үйрендім. Жүріңдер, дастарханға отырайық, бәрі суып қалады. Кешкі аста Данияр тек таңғалумен болды. Бұрын бір-бірін әрең шыдайтын анасы мен әйелі, енді ең жақсы құрбылар сияқты сөйлесіп, бір-бірінің сөзін аяқтап, түсіністікпен қарасып жатты. Олар кезек-кезек оған болған өзгерістер туралы, мерейтойдың тоқтатылғаны туралы, Ләззаттың ауруы мен алдағы операциясы туралы, Серік Николаевичпен кездесу және жаңа жобалар туралы айтып берді. Күте тұрыңдар, күте тырнауға тырысқандай. Басын шайқады. Мама, сіз мерейтойға жиналған ақшаны Айслудың әкесінің операциясына бердіңіз. Және енді емделу барысын бақылау үшін Мәскеуге бармақшысыз ба? Сонымен бірге сол көктеректің құрылысшысымен бірге қайырымдылық қорын құруды бастадыңыз. Ол медициналық желінің иесі болып шықты ма? Дәл солай. Деп Роза апай басын изеді.
Және біз гимназияда медициналық сынып және ауылдық кітапханаларда медиа орталықтар желісін жоспарлап отырмыз. Елестетші, жалған мәртебені сақтауға күш жұмсамаса, қаншама нәрсе жасауға болады. Мама, Данияр анасына мұқият қарады. Сіз бақыттысыз ба? Бұрынғыдан да артық, деп Роза апай сенімді жауап берді. Көп жылдардан бері алғаш рет өзімді шынымен тірі және қажетті сезініп тұрмын. Қорқыныштан немесе міндеттен құрметтейтін гимназия директор емес, жай ғана бір нәрсені жақсы жаққа өзгерте алатын адам ретінде. Бұл таңғажайып, деп Данияр шынай айтты. Шынымды айтсам, мен сіздің қатаңдығыңыздан әрқашан сәл қорықтым. Және сізбен Айсұлу ешқашан ортақ тіл таба алмайды деп уайымдадым. Ал мен өмір бойы үміттерге сәйкес келмеуден қорықтым, деп Роза апай мойындады. Біреу мені Октябрьден келген ауыл қызы деп көріп қалады деп қорықтым. Және осы қорқыныштан мен өзімнің айналама снобизм, мен тәкаппарлықтан қабырға тұрғыздым. Сіз маған балалық шағыңыз туралы ешқашан айтқан емессіз, деп Данияр жай ғана айтты. Өйткені одан ұялдым, деп Роза апай ащы күлді. Бірақ білесің бе не? Енді мен кедейліктен шығып, білім алып, карьера жасағанымды мақтан тұтанын. Ал ең бастысы, мен ақыры өзім болуға батылдық тапқанымды одан да қатты мақтан тұтамын. Ол ұлы мен келінінің қолдарын ұстады. Ал ең көп мақтанатыным, менің осындай тамаша отбасым бар. Және мен ешқашан өз қорқыныштарым мен қате көзқарастарыма біздің арамызға тұруға жол бермеймін деп уәде беремін. Келесі күнде шаруамен өтті. Данияр отбасымен болу және Мәскеуге сапарға дайындалу үшін демал салды. Айсұлумен бірге олар Серік Николаевич пен Ләззатқа жолға жиналуға көмектесіп, бірнеше рет көктерекке барды. Роза апай бұл арада гимназиядағы істерді реттеп, жоқ кезде басшылықты орынбасарына тапсырды. Бір кеште Айсұлу мен Данияр көктеректе болғанда, ал Роза апай кабинетінде бір құжаттарды аяқта жатқанда, есік қоңырауы соғылды. Табалдырықта мінсіз киінген, бірақ абыржулы кейіптегі Раушан апай тұрды. Розажан, біз сөйлесуіміз керек, деп ол кіріп бара жатып, ешқандай кіріспесіз бастады. Кер, деп Роза апай сабырлы жауап берді. Шай ішесің бе? Шай құрсын, деп Раушан апай қолын сілтеді. Саған не болды? Бүкіл қала сенің қылықтарыңды айтып жатыр. Мерейтойды тоқтату, қандай да бір қайырымдылық қоры, келінің мен ауылға сапар. Бұл қалай көрінетін елестетесің бе? Елестетемін, деп Роза апай сабырмен жауап берді. Құндылықтарына сәйкес өмір сүре бастаған, бөтеннің үмітін емес, өз өмірін таңдаған қалыпты адамның іс-әрекеті сияқты. Роза, есіңді жи, деп Раушан апай қолын сілтеді. Сен гимназия директорсың. Сенің беделің, қоғамдағы орның бар. Ал сен осы ауылдықтармен араласып кеттің бе? Қайырымдылықпен айналысып, әлде бір... Ол сөз таба алмай кідірді. Әлде бір идеалист сияқты. Ал бұным несі жаман? Деп Роза апай шынайы таңғалды. Басқаларға көмектесу, жақындарына қамқор болу, әлемді сәл жақсарту. Меніңше, нағыз өмір деген осы. Мәртебе үшін шексіз қу емес. Раушан апай құрбысына шынайы түсінбеушілікпен қарап орындыққа отырды. Бірақ біз әрқашан жоғарда болуға, басқалардан жақсы болуға, ерекшеленуге ұмтылдық емес пе? Дәл солай, деп Роза апай мұңды күлді. Біз ерекшеленуді қатты қалағанымыз сонша, ең басты нәрсені, бізді адам ететін нәрсені, мейірімділікті, сүйіспеншілікті, өмірдің қарапайым қуаныштарын ұмытып кеттік. Енді не болады? Деп Раушан апай абдырап сұрады. Сен осы бағытта жалғастыра бересің бе? Ал біздің жоспарларымыз қайтеді? Күздегі Ниццаға сапар, элита клубына мүшелік? Раушан, деп Роза апай оны жұмсақ бөліп тастады. Мен енді мұндай өмірді сүргім келмейді. Мен сені айыптамаймын. Әркім өз жолын таңдайды. Бірақ менің жолым енді басқа. Және білесің бе не? Мен ақыры өзімді
шынымен бақытты сезініп тұрмын. Яғни, біздің достығымыз, деп Раушан апай бастады. Егер біздің достығымыз тек мәртебеге ортақ ұмтылуға негізделген болса, онда мен қорқамын. Ол ешқашан болмаған шығар, деп Роза апай мұңды жауап берді. Бірақ егер сен менімен нағыз, өткеннен қорықпайтын және өз отбасын бар болмысымен сүйетін адам ретінде дос болғың келсе, мен қуанамын. Раушан апай ұзақ үнсіз қалды. Бір нүктеге қарап, содан кейін тұрды. Мінсіз салынған шаш үргісін түзеп, жасанды күлімсіреді. Жарайды, маған бару керек. Жиенім мединституттан келе жатыр, дайындалу керек. Айтпақшы, Сәкен Арқажырлы сені мерейтойда көрмейтініне қатты ренжіді. Әкімге менің кешірімімді жеткіз, деп Роза апай сабырлы жауап берді. Бірақ мен жас әйелдің өмірі зайырлы іс-шарадан маңыздырақ екеніне сенімдімін. Әрине, егер ол тек лауазым емес, адам болса. Раушан апай шапалақ жегенде селдетті. Кенеттен бұрылып, қоштаспастан есікті тарс жауып шығып кетті. Роза апай ұзақ уақыт терезенің алдында тұрды. Бұрынғы құрбысының қымбат көлігіне отырып, кетіп бара жатқанын қарап. Оны бір түрлі сезім биледі. Көп жылдық достықты жоғалтудан туындаған қайғы емес, керісінше жеңілдік. Ол көп уақыт киіп жүрген ауыр, ыңғайсыз костюмды ақыры шешіп тастағандай. Телефон қоңырау шалды. Бұл Айсұлу еді. Роза апай, елестетіңізші, деп ол қуанышпен хабарлады. Ләззаттың бүгінгі жағдайы әлдеқайда жақсы. Ол тіпті қолдаусыз бөлмені аралап өтті. Дәрігер мұны операция алдындағы жақсы белгі дейді. Бұл тамаша, деп Роза апай шынайы қуанды. Оған менің ертең баратынымды айт, және Серік Николаевичке пойызға билеттерді сатып алғанымды айт. СВ-да 4 орын. Дүйсенбі күні таңғы 9:00-де жолға шығамыз. Бәрін жеткіземін, деп Айсұлу уәде берді. Айтпақшы, бізге әкімшіліктен адамдар келіп кетті. Серік Николаевич жаңа клиниканың құрылысына барлық рұқсаттарды алған болып шықты. Және білесіз бе не? Ол оны үміт деп атамақшы. Өзінің анасының құрметіне ол да қарапайым ауыл отбасынан шыққан. Және бүкіл өмірі дәрігер болуды армандаған. Бірақ кедейлік себебінен қол жетпеген. Әркімнің өзінің өткендегі елестері бар, деп Роза апай ойланып айтты. Тек біреулер олардан бүкіл өмір бойы қашады. Ал басқалары оларды игі істер үшін күшке айналдырады. Сіз қандай дана болып кеттіңіз, деп Айсұлу мейіріммен айтты. Дана емес, деп Роза апай басын шайқады. Жай ғана ақыры шынайы. Өзіммен және әлеммен. Және білесің бе не? Бұл әлемдегі ең жақсы сезім. Әңгімеден кейін Роза апай балконға шығып, кешкі ауаны терең жұтты. Қайдағы бір жерде машиналар гүрілдеп жатты. Ал қала үстінде жылы мамыр күні батып бара жатты. Ол алдағы Мәскеуге сапар. Ләззаттың операциясы, Серік Николаевич және Динарамен бірге ойластырған жаңа жобалар туралы ойлады. Алда қаншама қызықты, шынайы, жанды нәрселер бар еді. 60 жас, деп ойлады Роза апай. Бұл жаста өмір енді басталады дейді. Мен үшін бұл шынымен солай сияқты. Мәскеудегі клиника. Роза апайға 2-3 әсер қалдырды. Бір жағынан заманауи жабдықтар, мінсіз таза палаталар, сыпайы персонал. Екінші жағынан суық, дерлік стерилді атмосфера. Адамдарды емдейтін жерде емес, қандай да бір ғылыми орталықта жүргендей. Маған бұл жер ұнамайды деп ол Айсұлуға сыбырлады. Ләззатты барлық дайындық процедураларынан кейін орналастырған палатада екеуі ғана қалғанда. Әдемі, бай, бірақ жаны жоқ. Бірақ дәрігерлер үздік, деп Айсұлу жай ғана жауап берді. Профессор Зарецкий буын хирургиясының корифейі. Егер біреу Ләззатты аяғынан тұрғызалса, ол тек сонда. Серік Николаевич бұл уақытта дәрігерлермен дәлізде сөйлесіп жатты. Әйнек есік арқылы оның ақ халатты,
Шаша ағарған ұзын бойлы ер адамға бірдене дәлелдеп, жан-жағына белсенді қимыл жасап тұрғаны көрінді. Бұл сірә профессор Зарецкий болуы керек. Ләзат ертеңгі операцияға дайындалу үшін берілген тыныштандыратын препараттардан кейін ұйықтап жатты. Ол алдағы сынаққа қарамастан тыныш көрінді. Төсек қасындағы тумбочкада тозған кітап жатты. Бродскийдің өлеңдер жинағы. «Уайымдап тұрсың ба?» деп Роза апай Айсұлудың кофтасының шетін нервтеніп ұстап тұрғанын байқап сұрады. «Өте қатты», деп ол мойындады. «Дәрігерлер мүмкіндіктер жақсы дейді, бірақ бәрібір қорқынышты. Операция ауыр ғой, шамамен 6 сағат. Мен де уайымдаймын». Роза келінінің иығына қолын қойды. «Бірақ білесің бе, мені не тыныштандырады? Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Ең жақсы клиниканы, ең жақсы хирургты таптық. Қажетті соманы жинадық деген ой. Енді тек сену және күту ғана қалды». «Ал егер көмектеспесе ше?» деп Айсұлу өзінің басты қорқынышын айтып, жай ғана сұрады. «Егер операция сәтті өтсе де, ауырсыну кетпесе немесе асқынулар болса ше?» «Онда басқа нұсқаларды іздейміз», деп Роза апай нық жауап берді. «Бірге. Сен енді жалғыз емессің ғой. Сенде біз бармыз. Мен, Данияр, Серік Николаевич. Тұтас қолдау тобы». Айсұлу күйеуімен сөйлесіп болған соң, Роза апай ұлының қандай жақсы адам екенін ойлады. Әрқашан шешімді болмаса да, кейде тым жұмсақ болса да, бірақ шынайы сүйетін және қамқор. «Данияр бәріне сәлем айтты», деді Айсұлу әңгімен аяқтап. «Ол ертерек босап, кешкі рейске билет алған. Сағат 10:00-ге дейін осында болады». «Тамаша», деп Роза қуанды. Дәл сол уақытта Ләзат есін жинауы керек. Серік Николаевич сусындармен оралды. Келесі сағаттарды олар еш мағынасыз фразалармен сөйлесіп, шиеленісті күтуде өткізді. Ақыры, сағат түскі 2-ге жақындағанда, күту аймағында профессор Зарецкий пайда болды. Шашаған, бірақ риза, күлкімен. «Кравцеваның туыстары», деп ол оларға қарады. Үшеуі де команда бойынша секіріп тұрды. «Операция сәтті өтті», деп профессор хабарлады. «Біз зақымдалған буынды толығымен ауыстырдық. Қабынған тіндерді алып тастадық. Дәрі-дәрмектік терапия үшін арнайы дренаждар орнаттық. Пациенттің жағдайы жақсы. Қазір ояту палатасында». «Оны қашан көруге болады?» деп Серік Николаевич шыдамсыздана сұрады. 2 сағаттан кейін, деп профессор жауап берді. «Қазір ол әлі есірткінің әсерінде, бірақ ескертуім керек. Қалпына келтіру ұзақ болады. Алғашқы апталар төсек режимі. Содан кейін біртіндеп оңалтуды бастаймыз. Толық қалпына келу кемінде 6 ай, тіпті одан да көп уақыт алады». «Бірақ ол жазылады ма?» деп Айсұлу үмітпен сұрады. «Ауырсыну кетеді ме?» «Жоғары ықтималдықпен иә», деп Зарецкий басын изеді. «Біз осындай патологияларда тамаша нәтиже көрсететін ең жаңа әдістемені қолдандық. Бірақ көп нәрсе операциядан кейінгі күтім мен оңалтуға байланысты болады. Сіздің көктеректегі клиникаңыз», ол картаға қарады, «қажетті жағдайларды қамтамасыз ете ала ма?» «Қамтамасыз етеді», деп Серік Николаевич нық жауап берді. «Мен мұны жеке бақылаймын». «Тамаша». Профессор оған қолын созды. «Олай болса, сізді құттықтаймын. Менің ойымша, сіздің жұбайыңыздың толыққанды өмірге оралуға жақсы мүмкіндігі бар». Профессор кеткенде Серік Николаевич орындыққа отырып, бетін қолдарымен жапты. Оның иықтары дірілдеді. Бұл күшті, өзіне сенімді ер адам жеңілдікпен жылап жатты. Роза апай үнсіз, оның иығына қолын қойды. Ал Айсұлу жанына тізерлеп отырып, оны қатты құшақтады. «Бәрі жақсы болады, Серік аға. Бәрі жақсы болады». Операциядан кейінгі 1 ай өткен соң, олар Серік Николаевичтің көктеректегі үйінің бақшасында жиналды. Ләзат жылы маусым күніне қарамастан, көрпеге оранып сүйікті орындығында алма ағашының астында отырды.
Ол әлі де бозарған және арықтаған еді. Бірақ көзінде жақындары бұрын соңды көрмеген тірі жарқыл пайда болды. Биыл шие өнімі тамаша болатын сияқты, деп Серік Николаевич самовардан шай құйып жатып ескертті. Дәл, Ләзет екеуіміз танысқан жылдағыдай. Есімде, деп Ләззат күлімсіреді. Сен жол шаңына батып келдің, кітапханаға кіріп, оқуға бір ақылды нәрсе сұрадың. Мен саған Шопенгауэрді бердім. Ал мен онда бір сөзді де түсінбедім. Бірақ әдемі кітапханашыға әсер ету үшін іздегенім осы деп түр көрсеттім, деп Серік Николаевич күлді. Роза апай оларға жылы күлкімен қарап отырды. Осы бір ай ішінде ол Айсұлудың отбасымен толықтай жақындасты. Енді олар жиі бірге жиналатын. Кейде қалада, Розаның пәтерінде. Бірақ жиірек ауасы таза, атмосферасы мейірімді, көктеректе. Данияр қайда? Деп Ләззат жиеннің жоқтығын байқап сұрады. Ол қазір келіп қалады, деп Айсұлу үстелге шелпек салынған табақтарды қойып жатып жауап берді. Жарты сағат бұрын қоңырау шалды. Қарағаштың тұсынан өттім деді. Және жалғыз емес, деп Роза апай жұмбақ күлкімен қосты. Ол тосын сый алып келемін деп уәде берді. Қандай тосын сый? Деп Ләззат қызықты. Егер мен айтсам, ол тосын сый болмай қалады ғой, деп Роза апай айлакерлікпен көз қысты. Дәл сол сәтте көлік жақындаған дыбыс естілді. 1 минуттан кейін қақпа ашылды. Жолмен Данияр, ал оның артынан қатаң костюм киген, ақ шашты, сымбатты ер адам пайда болды. Әкім? Деп Айсұлу таңғалып сыбырлады. Қонақтан қала басшысы Роза апайдың тоқтатылған мерейтойында құрметті қонақ болуы тиіс, сол Сәкен Арқарұлын танып. Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, деп Данияр жиналғандармен қуанышты түрде амандасты. Сіздерге екінші мүмкіндік. Қайырымдылық қорының бастамашыларымен жеке танысқысы келген Сәкен Арқарұлын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Әкім үстелге жақындап барлығымен жылы амандасты. Әсіресе Роза апайға жылы қарады. Роза, сізді бейресми жағдайда көргеніме қуаныштымын. Қанша жыл жұмыс бойынша таныспыз, ал шынайы сөйлесуге мүмкіндік болмады. Сәлеметсіз бе, Сәкен Арқарұлы? Роза ұсынуған қолды алды. Шынымды айтсам, мен үшін де бұл тосын сый. Данияр сіздің сапарымыз туралы ештеңе айтпады. Мен одан интриганы сақтауды сұрадым, деп әкім күлімсіреді. Сізге және сіздің пікірлестеріңізге мұны жеке табыс еткім келді. Ол ішкі қалтасынан қала әкімшілігінің мөрі бар ресми конвертті шығарды. Роза апай таңданыспен конвертті алып ашты. Ішінде ресми бланкідегі құжат жатты. Екінші мүмкіндік. Қайырымдылық қорына үй-жайды тегін бөлу туралы қаулы, деп ол дауыстап оқи бастады. Бірақ қобалжудан дауысы дірілдеді. Қала әкімшілігі сізге қала орталығынан үй-жай береді, деп Сәкен Арқарұлы түсіндірді. 200 шақырым метр, 1-ші қабат, бөлек кіреберіс. Қордың жұмысы және Серік Николаевичтің клиникалармен бірлесіп ашуды жоспарлап отырған медициналық консультациялық орталық үшін өте ыңғайлы. Бірақ қалай, неге? Деп Роза апай абдырап қалды. Шынымды айтуға рұқсат етіңіз. Әкім Айсұлудан шай толы кесені алып, үстелге отырды. Сіздің мерейтойыңызды тоқтатып, ауыр науқас әйелді емдеуге ақша аударғаныңызды білгенде, бұл маған үлкен әсер етті. Содан кейін маған сіздің осындай жағдайға тап болған адамдарға көмектесу үшін қайырымдылық қорын құру жоспарларымыз туралы айтты. Ол кідірді. Мен ойладым, нағыз меценаттық түйін осы. Ал көптеген адамдар галочка үшін айналысатын, көрсетілетін қайырымдылық емес. Рахмет, деп Роза апай жай ғана айтты. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Рахметтің қажеті жоқ, деп Сәкен Арқарұлы қолын сілтеді. Қала мұндай бастамаларды қолдауы керек. Айтпақшы, сіздің ауылдық медиа орталықтарға қатысты қызықты идеяларыңыз бар екенін естідім. Я, деп Роза жанданды. Біз қалалық кітапханадан Динарамен бірге жоба жасадық.
Аудандағы 5 ауылда электронды кітапханаларға, білім беру ресурстарына, телемедицинаға қол жеткізуге болатын заманауи медиа орталық бар құрғымыз келеді. Тамаша, деп әкім айқайлады. Мен дәл қазір облыстық ауылды дамыту бағдарламасы үшін жобаларды іздеп жүрмін. Егер құжаттаманы дайындасаңыз, біз сіздің жобаңызды аймақтық бюджеттен қаржыландыруға өтінімге қоса аламыз. Ләззат, бұл әңгімені күлімсіреп бақылады. Демек, сіз осының бәрі басталған науқассыз ғой, деп Сәкен арқарлы оған қарады. Шамасы я, деп Ләззат басын изеді. Шынымды айтсам, мен әлі күнге дейін Роза апайдың мұндай қамқорлығына не үшін лайық болғанымды толық түсінбеймін. Сенің бар болғаны үшін, деп Роза жауап берді. Сенің маған нағыз қызым болған Айсұлудың әпкесі болғаны үшін. Және тағы ол бөгелді. Сен маған көп жыл бұрын құтқара алмаған кіші сіңлімді есіме түсірдің. Мүмкін, саған көмектесу арқылы мен өзімнің бұрынғы қатемді түзеп жатқан шығармын. Меніңше бұл қателік болмаған, деп Серік Николаевич жұмсақ айтты. Сіз бала едіңіз. Сіздің қолыңыздан ештеңе келмеді. Мүмкін, деп Роза апай күрсінді. Бірақ білесіз бе, мен осы айларда нені түсіндім? Өмір бізге екінші мүмкіндік береді. Әрқашан біз күткен түрде емес, бірақ міндетті түрде береді. Менің екінші мүмкіндігім ақыры өзім болу. Басқа біреу болып көрінуді тоқтату. Және тағы, ол жиналғандарға көз жүгіртті. Нағыз отбасы табу. Екінші мүмкіндік үшін деп Сәкен арқарлы кесені көтерді. Және жаңа бастамалар үшін. Барлығы тосты қолдады, және әңгіме болашақ жоспарларға ауысты. Гимназияда медициналық сынып ашу Серік Николаевичтің жаңа клиникасының құрылысы. Екінші мүмкіндік қорының болашағы. Вечерела. Қонақтар тарады. Әкім қалаға қайтты. Данияр мен Айсұлу ауыл дүкеніне азық-түлікке кетті. Бақта тек Роза апай, Ләззат және Серік Николаевич қалды. Өзіңді қалай сезінесің, деп Роза Ләззаттың шаршап креслоның арқасына сүйенгенін байқап сұрады. Сәл шаршадым. Бірақ бұл жағымды шаршау, деп ол күлімсіреді. Бұрынғы жағдайдан басты айырмашылығы не екенін білесіз бе? Бұрын мен ауырсынудан шаршайтынмын. Ал енді өмірден шаршаймын. Ал бұл мүлдем басқа нәрсе. Дәрігер оңалту сәтті өтіп жатыр дейді, деп Серік Николаевич мақтанышпен хабарлады. Егер осылай жалғаса берсе, күзге қарай Ләззат қолдаусыз аздап жыралады. Ал келесі жазда сіздің мерейтойыңызда билейді Роза, деп Ләззат қосты. Есіңізде ме, оны осы көктеректе атап өтуге уәде бердіңіз? Әрине есімде, деп Роза апай басын изеді. Тек елестетіңіз, алма бағындағы үстел, самавар, үй бәліштері. Тек ең жақын адамдар ғана. Меніңше, бұл мінсіз мереке. Ал егер, деп Серік Николаевич бастады. Бірақ қыдырып қалды. Не? Деп Роза қызықты. Жай ғана, ақымақты ғой. Деп ол қолын сілтеді. Кейінірек. Ләззат күйеуіне айлакерлікпен қарады. Серік, созба, сен бәрібір айтатынымды білесің ғой. Жарайды, деп Серік Николаевич берілді. Мен ойладым, бір жыл күтпей ақ қойсақ қайтеді? Осы жазда, дәл қазір, нағыз мереке ұйымдастырсақ ше? Мерейтой емес, әрине. Бірақ, жай ғана өмір мерекесі. Ләззаттың сауығуының құрметіне. Біздің жаңа достығымыздың құрметіне. Барлық жақсы өзгерістердің құрметіне. Керемет идея, деп Ләззат шабыттанды. Барлық достарды шақырып, бақшада үлкен дастархан жаюға болады. Ал егер ауа райы бұзылса ше? Бізде жайлы терраса бар, және ешқандай алатау. Ешқандай жұлдызды әртістер мен талғампаз тағамдар жоқ, деп Роза апай қосты. Тек шынайы қуаныш және рухы жақын адамдар. Демек шешілді, деп Серік Николаевич жанданды. Біз мерекені айталық 2 аптадан кейін ұйымдастырамыз. Дәл шие пісіп, Ләззат тағы сәл нығаяды. Шешілді, деп Роза растады.
Және білесің бе не, бұл менің өмірімдегі ең жақсы мереке болады. Өйткені ол нағыз. Дәл сол сәтте баққа азық-түлік салынған пакеттерді көтерген Айсұлу мен Данияр оралды. Сендерде не құпия сөздер болып жатыр? Деп Данияр көңілді жүздерін байқап әзілдеді. Біз нағыз мереке ұйымдастыруды шештік, деп Роза апай хабарлады. Салтанатсыз және мақтаншақтықсыз. Зато жанмен және жан үшін. Замечательно, обрадовалась Настя. Я как раз думала предложить что-то подобное. У нас ведь столько поводов для радости. Ол әпкесіне жақындап, оны құшақтады. Ләззат айығып келеді. Қорый жай алды. Біз бәріміз ақыры бір отбасы болдық. Менімше бұл тойлауға тұрарлық. Айтпақшы, отбасы туралы. Данияр күтпеген жерден қабағын түйді. Мама, сіз Қызылорда облысындағы туыстарымызбен хабарласу туралы ойламадыңыз ба? Осы жылдар бойы сіз олардан аулақ болдыңыз. Бірақ мүмкін, олары да өмірімізге қайтару керек шығар. Роза апай ұлына абдырап қарады. Қорқамын, ешкім қалмаған шығар. Валя тәте 5 жыл бұрын қайтыс болды. Ал немере ағаларым жан-жаққа тарап кеткен. Жалпы, Данияр бөгелді. Мен анықтадым. Сіздің әкеңіздің інісі Қожабек аға әлі тірі. Ол Сайсымнекінді, бірақ әлі де мықты дейді. Және сіздің немере сіңліңіз Тәттігүл ажырасқаннан кейін ауылға оралып, ата-анасының үйінде тұрады. Жергілікті мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Сен қайдан? Роза апай сөзі үзілді. Сен мұның бәрін біліп, маған айтпадым? Мен сіздің білгіңіз келетініне сенімді болмадым, деп Данияр шынын айтты. Бұрын сіз туыстарыңыз туралы әңгімелерді әрқашан күрт тоқтататынсыз. Роза апай суыған шай салынған кесеге ойланып қарады. Білесің бе, сен дұрыс айтасың. Пора перестать бегать от прошлого. Бәлкім Қожабек аға мен Тәттігүлге барып қайту керек шығар. Мен тіпті оның ауылға оралғанын да білмедім. Міне, шешілді деп Серік Николаевич қорытындылады. Үлкен мереке ұйымдастырамыз. Және барлық туыстар мен жақындарды шақырамыз. Өмірде шашылған тастарды жинайтын уақыт келді. Күн орманның артына батып, аспанды қызғылт түстерге бояды. Жел алма ағаштарының жапырақтарын тербеп, гүлдеген сиреннің хош иісін әкелді. Ләззат орындықта жайғасып отырып, қалғандарды бейбіт күлкімен бақылады. Білесіз бе, деп ол кенеттен айтты. Әжем әрқашан адам бұл әлемге жайдан жай келмейді дейтін. Әркімнің өз миссиясы, өз рөлі бар. Кейде біз оны бүкіл өмір бойы іздейміз. Ал кейде ол өзі сынақтар, жоғалтулар, күтпеген кездесулер арқылы бізді табады. Ал сенің миссияң не деп ойлайсың? Деп Айсұлу әпкесінің жанына отырып сұрады. Мүмкін, сіздердің бәріңізді біріктіру шығар, деп Ләззат ойланып айтты. Роза апайдың ақыры өзі болудан қорықпау үшін. Сен, Айсұлу, нағыз отбасы табуым үшін. Серік өз клиникалар арқылы адамдарға көмектесе алу үшін. Бәріміз шынымен маңызды нәрсені бағалауды үйренуіміз үшін. Әдемі айтылған, деп Серік Николаевич құптағандай басын изеді. Менің әйелім нағыз философ. Мен жай ғана ауру төсегінде жатып көп ойландым, деп Ләззат күлімсіреді. Қозғала алмағанда тек ойлау ғана қалады. Және қандай қорытындыға келдің? Деп Роза қызықты. Өмір біз жоспарлаған нәрсе емес. Біз жоспар құрып жатқанда болып жатқан нәрсе. Деп Ләззат жауап берді. Және нағыз байлық банк шоттарында немесе мәртебеде емес. Қиын сәтте қасында болатын адамдарда. Ол Айсұлудың қолын ұстап, екінші қолмен күйеуінің алақанын қысты. Мен шексіз баймын. Өйткені менде сендер барсыңдар. Роза апайдың жүрегіне жылылық ұялады. Осындай сынақтардан өткен бұл жас әйелде өзіне бүкіл өмір бойы жетіспеген даналық бар еді. Білесің бе, Ләззат, деді ол. Мен сені құтқаруға келдім деп ойладым. Ал шынында сен мені жалғыздықтан, жалғандықтан, бөтеннің мақұлдауы үшін өмір сүрген бос өмірден құтқардың. Біз бір-бірімізді құтқардық,
деп Ләззат жай ғана жауап берді. Және енді бірге алға жылжуымызға болады. Жаңа клиника салу, қорды дамыту, екінші мүмкіндік қажет. Басқа адамдарға көмектесу. Бізге ұқсап, деп Роза апай басын изеді. Әрқайсымызға. Айсұлу сағатқа қарады. Кеш болды. Қазір қараңғыланады. Бәлкім түнге қаламыз ба? Орын бәріне жетеді. Әрине, қалыңдар, деп Серік Николаевич бірден қолдады. Таңертең террасада отырып, мерекеміздің егжей-тегжейін талқылаймыз. Мен жаңа балды сорғыздым. Дәмін көресіңдер. Қуана, деп Роза апай келісті. Білесің бе, мен ауылда қонбағалы көп болды. Бала кезінен бері шығар. Ендеше, жіберілгенді қайтару керек, деп Ләззат күлімсіреді. Қараңғы түскенде олар террасаға ауысты. Серік Николаевич ескі керосин лампасын жағып, ерекше сиқырлы жарық орнатты. Данияр Серік Николаевич те студенттік шақтан сақталған гитараны алып, ескі, жақсы әуендерді бая ойнады. Айсұлу мен Ләззат жай ғана қосылып ән айтты. Ал Роза апай жайлы әткеншек креслода отырып, осы идиллиялық көріністі бақылады. Қандай таңғажайып, деп ойлады ол. Бір ай бұрын мен өзімнің ортамды Раушан апай және дәл сондай тәкаппар псевдозиялылар деп есептедім. Мәртебе үшін қудым. Және ауылдан шыққанымды артық айтудан қорықтым. Ал енді ауыл үйінде отырмын. Гитара тыңдап, ақыры үйдегідей сезініп тұрмын. Өз адамдарының арасында. Не ойладым, Роза? Деп Серік Николаевич оның арманшыл көзқарасын байқап сұрады. Өмір туралы, деп ол күлімсіреді. Оның кейде қалай таңқаларлық бұрылатыны туралы. Және бақыт жиі сен іздеген жерде емес екендігі туралы. Бұл дәл солай, деп Серік Николаевич философиялық түрде ескертті. Мен өмір бойы ең бастысы іс, бизнес, жетістік деп ойладым. Содан кейін Ләззат ауырып қалды. Мен мұның бәрі бос екенін түсіндім. Ал нағыз нәрсе, міне, осы. Ол қолымен террасаны және онда отырған жақындарын көрсетті. Егер сізге әңгіме ұнаса, лайк батырмасын басыңыз және арнаға жазылыңыз. Бұл бізге күн сайын жаңа қызықты оқиғалар жасауға ынталандырады. Айтылуы мен екпіндегі барлық қателіктер үшін кешірім сұраймыз. Барлық жақсылықты тілейміз және бақытты болыңыздар.